Құрметті көрермен, міне балаларға арналған мультоптамадан кейін біз студиямызға қайта оралдық. Біздің арнаға жаңа қосылған жандар болса, баршаңызға бүгінгі күннің сәттілігін тілейміз. Берекелі бейсенбі сіздерге тек қана жақсылық алып келсін деп тілек білдіреміз. Жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасының бүгінгі тақырыбы 8 қырлы бір сырлы деп аталады. Осы ретте келесі меймандарымыз, соңғы меймандарымыз студиямызға келіп жайғасты. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Жалпы бүгін біздің студиямызда қонақта Аққулы ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі, аудандық кітапхананың кітапханашылары келіп қалды. Жалпы қазіргі таңда Аққулы ауданында жастардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында әлеуметтік желідегі белсенді жас мамандар деп айтсақ болады. Сол себепті де бүгін осы қыздарды бүгін студиямызға шақырған болатынбыз. Енді өздеріңіз жайында айтып өтсеңіздер, Аққулы ауданында кітапханада қандай бір жаңалықтар бар? Өздеріңіз осы бір әлеуметтік желіде белсенді болуды қашан шешім қабылдадыңыздар, сол жайында айтып өтсеңіздер. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Жалпы бізді осындай керемет бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін біріншіден алғысымызды білдіргіміз келеді. Жалпы кітапханамызда енді өзіміз мақтамасақ ешкім мақтамайды дейді ғой. Жалпы біздің кітапхана әлеуметтік желілерді, негізінде әлеуметтік желіні көп адамдар керісінше артқа тартатын нәрсе деп ойлайды. Дегенмен де кез келген бір инструментті дұрыс қолдана білсең, ол өзінің пайдасын жақсы тигізеді. Сол себепті де біз осы біздің кітапханамыздың жаңағындай Instagram желісі, Facebook өзінің официалды сайты бар. Сонымен қатар осы жылдан бастап, осы қаңтар айынан бастап біз өзімізге YouTube канал аштық, кітапханамызға, және де TikTok аштық. Өйткені қазіргі таңда осы әсіресе TikTok туралы айта кететін болсақ, егер де оны дұрыс қолдана білсең, ол көп нәрселерді көпшілік жұртқа жеткізе беретін бірден бір құрал деп айтқым келеді. Және де жалпы осы бізде YouTube арнамызға біздің кітапханада осы жылдан бастап ашылған жаңа жоба бар. Бұл не әңгіме деген подкаст ретінде пайда болған жоба. Бұл жерде біз өзімізге жаңағы ауданымыздағы белгілі тұлғаларды, жастарды, шығармашыл, талантты жастарды шақырып, олармен жаңағындай сұхбат жүргізіп, оны өзіміздің YouTube арнамызға салып отырамыз. Және де TikTokта енді бізде көбінесе развлекательный контент дейміз ғой. Негізі басты мақсат сол контент арқылы оқырмандарды жинап алуда, содан кейін кішігірім енді қайта айта бермей, біртіндеп, мысалға кітапханадағы іс-шаралар жөнінде атқарылып жатқан жаңағы мерекелік атқарылып жатқан іс-шараларды, алдымызда бар жоспарлар туралы енді ақырын етіп жатырмыз. Жұртшылыққа көрсетіп жатырмыз да. Сонымен қатар енді Instagram бұл қазіргі таңда әрбір мекемеде бар әлеуметтік желі болғандықтан, ол жерде біз күнделікті өзіміздің өткізген іс-шараларымызды салып болатын, алдағы болатын іс-шараларға хабарландыру салып отырам. Және де біз осы тұста жалпы өзіміздің кітапхана ұжымына, әріптестерімізге және де біздің басшымыз Табулова Дарико Абаққызына алғысымызды білдіргіміз келеді. Өйткені Абақна біз TikTok ашайықшы деген кезде ол кісі жарайды, не керек, маған айтыңдар сендерге не керек, соны түгелін алып берем. Содан кейін кім түскісі келмейді, маған айтыңдар өзім түсіріп берем деп кәдімгідей бізге әр күн сайын қолдауын көрсетіп, кез келген бір мынаны түсірейік деп жүгіріп барсақ, мысалға кейбір адамдар болады ғой, ұят емес па, ыңғайсыз емес па деген, ондай жоқ. Жүріңдер деп бүкілін бірден жинап, 5-6 минут ішінде кәдімгідей түсіріп тастап, сөйтіп әрдайым бізге қолдау көрсетіп жүретін ұжымымызға, басшымызға жалпы алғысымызды білдіріп кеткіміз келеді осы тұста. Әрдайым егер өйткені ол кісілердің қолдаулары болмаса, біз екеуміз ғана жүріп, үлкен жұмыстарды атқару ол енді шынымен де өте ыңғайсыз. Осындай қолдау білдіріп жүрген барша жандарға алғысымызды білдіріп кеткіміз келеді. Тамаша, көп рахмет. Енді Мөлдір, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы сіз осы кітапханада жұмыс істеп жүргенге қанша уақыт болды? Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен 2021 жылы жұмысқа кірдім. Кітапханаға жұмысқа кірер алдында ойлаған бір тыныш жер деп, ақырын ғана жұмысымды жасайым деп ойым бұрыс болып шықты. Кіргенде таңертең жиналыс бізде болады. Бастық айтады, бүгін мысалы осындай мереке болады. Осылай соған дайындаламыз. До обеда дайындаламыз, түске дейін, түстен кейін бастаймыз. Мысалы қандай шара? Бізде мысалы кеше күні,
кешегін айтып өтсек, 7 мамырға байланысты біз өрт сөндіру бекетіне шақырып, оларға 7 мамырға байланысты мереке өткіздік. Тамаша. Яғни бізде сосын көрдім, бүкіл мерекелер бізде жақсы өтеді. Сондықтан да мынау активно видео түсіре бастадық, көптеген проекттарды аша бастадық. Сол қолымыздан келіп жатыр. Қазіргі таңда кітапханада қанша адам жұмыс жасайды? Қазіргі таңда біз аудандық кітапханада жалпы кітапханашыларды 14 адамбыз жалпы барлығын санаған кезде. Ал аудан бойынша, енді бізде ауылда да кітапханашылар бар ғой. Жалпы 28 ба 32 шамасында адам жұмыс жасаймыз. Тамаша, керемет. Енді өздеріңіз айтып жатырсыздар, иә? Әлеуметтік желіде белсенді арқылы жалпы жастардың қызығушылығын арттыру, жалпы жұмыс процесін қызықты өткізу деп айтсақ та болады, иә? Себебі кітапханашыда бәріміз ойлаймыз, иә? Кітаптардың ортасында жай ғана тып-тыныш жерде кітап оқып отырады деп. Бірақ сіздеріңіз қазіргі таңда бұндай формат шыны керек қазір оқырманға да, тыңдарман көрерменге де өтпейді, сол себепті жаңа формат заманның түлкі болса тазы болып шығып деп өздеріңіз қолға алдыңыздар. Қазіргі таңда белсенділік қалай оқырман тарапынан? Қазіргі таңда өте жақсы. Жаңағы осы қайтадан енді TikTok-қа тоқталып өтсем, біз TikTok-ты жаңа қаңтар айында бастадық та, жай өзіміз үшін бірен-саран енді күнделікті жұмыста болатын әзілдерді салып отырдық. Содан кейін осы наурызда 22 наурыз күні аудандық алаңда мерекелік іс-шара өтеді ғой, үлкен бүкіл ауылдар келіп, сол жерде жүрген кезде кішкентай балалар, біз сіздерді TikTok-тан көрдік қой, TikTok түсіресіздер ғой деп. Және де тренд болған очкиді киіп, очкиге жазу жазып қоятын. Соны ұстап жүргенбіз, түсірейін деп жатырсыздар ма? Бізді де түсіріңіздерші деп өздері қызығушылық тартып, содан бастап жаңағы балалар әдебиеті бөліміне келіп, кітаптар алып, сосын олар басына білмейді ғой, сіздер қайда істейсіздер деп. Олар ойлаған ғой, біз тек қана TikTok түсіретін организация. Сосын біз кітапханада жұмыс жасаймыз. Бізге келіңдер, бізде мынандай кітаптар бар деп. Осы арқылы айналып келіп, сөйтіп кітапханаға алып келдік та, қазір енді оқырмандардың саны тоже енді көбейіп жатыр. Әсіресе мына бүлдіршін балаларға қызық қой. Олар да келіп кітаптарды көріп, содан кейін қашан тағы TikTok түсіресіздер, бізді де шақырсаңыздар болады, біз де қарсы емеспіз келіп түсуге деп. Кәдімгідей өздерінің сөйтіп ықыластарын білдіріп жатыр да. Бұл бізге өте қуанамыз. Шынымен де көп ойлайды. Мысалы, және де көбі бізге бір қоятын сұрақ, сендер кітапханада отырып, түгел кітапты оқып шыққан шығарсыңдар деген. Негізінде шынымен де бізде кітап оқуға мүлдем уақытымыз болмайды. Тіпті келген газеттің өзін өстіп бір көзімізді жүгіртіп шығамыз да, кәдімгідей өстіп асықпай отырып оқуға бізде шынымен де уақыт өте тапшы. Өйткені біздің мысалы бірнеше жобаларымыз бар, одан бөлек жаңағындай іс-шаралар бар өткізілетін, және де жаңағындай жобадан тыс дейміз ғой, жоспардан тыс болып қалатын іс-шаралар бар. Соның барлығымен алып кетеміз де, кейде тіпті обедке баруға да үлгермей жататын кездеріміз болады, өстіп барлығы қадалып жақындап қалған кезде. Жалпы осы арқылы енді оқырмандардың кітапханаға деген қызығушылығы көбейіп жатыр. Және де осы әлеуметтік желілерді дұрыс пайдалану арқылы кітапхана тек кітап оқитын орын, ол жерде тыныштық сақтау керек деген стереотипті жойып жатырмыз. Өйткені жалпы кітапхана бұл мәдени орын болғаннан кейін, бұл жерде кез келген адам өзінің бос уақытын өткізуге арналған жер болып табылады. Сол себептен естіп әртүрлі іс-шараларды өткізу арқылы, әлеуметтік желіні қызықты жүргізу арқылы жалпы біздің басты мақсатымыз оқырман тарту. Кітапханаға деген адамдардың ойын өзгерте отырып, оқырман тарту болып саналады. Қазір сол бір жаңағы сіздердің жаңа бағыттарыңыз жұмыс жасап жатыр, оқырмандар бар, әлеуметтік желіде де, былай шынайы кітапханада да оқырмандар келіп жатыр, иә? Кітап сүйер қауым. Жалпы жастар шыны керек қазір әлеуметтік желіде көп отырады да, бірақ кітап оқи бермейді, бірақ сіздерге әлеуметтік желіні көру үшін келеді де, кейін кітап оқуға да мүмкіндік алады. Тамаша. Жалпы осы бағдарламаға дайындалу барысында сіздер маған кәдімгідей кітаптар тізімін жіберіңіздер, иә? Аққулы ауданындағы кітапханада кәдімгідей бүгінгі таңда трендтегі кітаптарда көп екен, шыны керек. Біз кітапханада қалай естиміз, ауылдың кітапханасында көбінде кеңес заманында қалып қойған бір орысша кітаптар болады, көбінесе немесе бір жаңағы ертегілер, бір қарап жаңалықтар көбінесе келе бермейді. Бірақ сіздер маған жүрген кітаптар кәдімгідей қазіргі мотивациялық кітаптар, былай екінші болма деп жүр. Немесе қазіргі таңда трендте ғой бір психологиялық кітаптар да бар екен. Сол кітапхана барып оқи алады, оны да көрсетесіздер.
Иә, жалпы осы тұста айта кететін, бізге кітапханаға кітаптар екі түрлі бюджеттен келеді де. Жалпы осы жаңағындай бізге мысалға осы жылдың басында айтады, егер де біздің жергілікті органнан бюджет бөлінетін болса, біздің кітапханаға, сол кезде біз өзіміз отырып таңдаймыз. Және де осы тұста жаңағы тағы да біздің жас мамандар ретіндегі қосқан бір үлесіміз, енді біз өзіміз жас болғаннан кейін жастардың қандай кітап оқығысы келетінін білеміз де. Осы кітаптарды біз өзіміз отырып жаңағындай каталогтан қарап, жаңағы поставщиктармен дейміз ғой, солармен сөйлесіп, бізге осы кітап керек, осы кітап керек деп өзіміз сөйтіп таңдап алдыртқан кітаптарымыз местный закуп арқылы. Ал мысалға жаңағы бізге республикадан келетін кітаптар, олар әрине түгел енді қазақ тілінде, жаңағындай сол енді психологиялық емес, қазіргі таңда қажетті емес кітаптар енді келеді. Дегенмен де енді бізге местный бюджет бөлінген кезде, жергілікті бюджеттен біз сол нақты оқырманға шынымен де керек кітаптарды алуға тырысып жатамыз. Тамаша, сіздерге көп алғыс білдіреміз бүгін студиямызға келіп, өздеріңіз жайлы айтып беріп жатқандарыңыз үшін. Жалпы Павлодар облысында түрлі өнерлі, түрлі бағытта өзін дамытып жүрген жандар көп. Біздің мақсатымыз сол бір жандарды танытып көрсету, сәл болса да келесі бір тамашалатқан көрерменге құлақ қағыс салу, жаңағы осындай бір идея тастау деген сияқты ғой. Сіздерді көріп, көрерменде өздеріне керегін алды деген ойдамыз. Бізге берген уақытта өз мәресіне таяп қалды, өздеріңіз бір таңғы тілектеріңізді білдіріп, бізде жаңағы Айзада ханым кітапханалықтан бөлек ақындық өнерді бар екен, өнерін дайындап келген болатын, соны да оқып берсеңіз болады. Бірінші тілек білдіріп жалпы барлық осы жаңа күн бағдарламасының көрермендеріне, біздің Аққулы ауданының тұрғындарына, барлықтарыңызға бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деп айтқым келеді, және де бір ақпарат айта кеткім келеді. Осы мамыр айының 25 күні осы облыстық Сұлтанмахмұт Торайғыров кітапханасында біздің аудандық Аққулы ауданының кітапханасы өзінің жас тайм деген жобасын қорғайды. Бұл жерде біздің мақсатымыз ауылымыздың талантты жастарын облыс деңгейінде көрсету, және де қазіргі таңда осы жобаға байланысты біз кішкене ауыл жастары туралы ақпарат дайындалған брошюра дайындап жатырмыз. Алдағы уақытта соны толықтырып, жылдың соңына дейін мүмкін бір кітапша шығарып қаламыз ба деген ойымыз бар ауданымыздың талантты жастары туралы. Жалпы осы 25 күні қолдарыңыз бос болып жатса, облыстық кітапханаға келіп, біздің жаңағы осы жобамыздың тұсаукесеріне қатысыңыздар. Сонымен қатар біздің аудандық кітапханадағы әріптесіміз Уалиева Алима ханымға сәлемімді жолдағым келеді. Тамаша. Сізде бір қорытындыласаңыз? Қайырлы күн, жаңа күн бағдарламаның көрермендері, сіздерге бүгінгі күн қызыққа толы болсын. Аққулы ауданының тұрғындарына сәлем. Тамаша. Ал? Енді мен өзім жаңағы жас маман болып жүрген кезде негізі жастар біз кішкене сондай жастарға кейде жұмысқа тұрайын десең опытың жоқ деп айтып жатады ғой. Бір сондай өмірімде жағдай болып қалды да, сол кезде негізі ақындыққа жоқпын дегенмен де сол нәрсе қызсың, сен жассың әлі деген нәрсе кішкене өйстіп намысыма тиіп кетті де, бір жылдары өлең шығарғаным бар еді, осыны біл деген. Соны сіздердің көрермендеріңіздің назарына ұсынатын болсам, ұнамайды сен қызсың деп кемсіткені жандардың, ұнамайды сен жассың деп жастықты алға тартқаны, ұнамайды сөйлегені кей жандардың тигізіп, ұнамайды бағаланбағаны еңбекті. Алия мен Мәншүктерде қыз болған, рухы мықты қайраттар да жас болған. Қолда мені, қорға мені жасқынба, алда талай асулар бар алынбақшы болып тұрған. Тамаша, көп рахмет. Осындай әдемі нотада, әдемі өлеңмен біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті көрермен, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.